Кейбір достарым әкелеріне қарап ренжіп жатады. Ой, осы да бір ақыл айтып қоймай қойды. Оның үстінен ішіп келетіні бар дейді. Ал екінші біреу айтады. Менің әкем жас күнінде дұрыс жұмыс жасағанда, мен бұлай өмір сүрмес едім дейді. Өзіңше досым, әке шешең жынды болса, байлап бақ деген бар. Әкенің қадірін әкесі жоқтан сұра. Оған әкенің дүние тапқаны, ақша тапқаны керек емес. Тек қана жаңағы сендегі махаббат керек. Әкесінің баласына балам деген бір ауыз сөз ғана. Әкенің балаға айтқан балам деген сөзі ер адамға күні бойына энергияда ол. Досым, ертең контактіндегі әке деген кісіден хабарлама келмей қалса, дарияға кеткен балтамның сабы алтын еді деп қайран қалма. Қолдағы бар алтынды қадірлей біл. Егер әкең үйіңде қартай алса, ол сенің үйіңдегі қазынаң. Қазақ айтады ғой, қарты бар үйдің қазынасы бар. Асқар тауларымыз, қазыналарымыз аман болсын достар. Досым, дәл осы сәтті пайдаланып, әкеңе бір ауыз қоңырау шалып, мен сізді жақсы көрем Асқар тауым деп айтыңызшы.